Жақсылық айналадағыларға қуаныш сыйлауға үндейтін қасиет. Қоғамды адамгершілікке үндейтін қасиет. Жақсылықты түрлі формада көрініс таптыратын қасиет. Біреу көрші апаның ауыр сөмкесін үйіне жеткізіп салса, екіншісі егде кісіге автобуста орын береді. Енді біреуі жылап жатқан баланы жұбатады, ең ақыры үйсіз жануарларды тамақтандырады. Жақсылықтың түрі өте көп. Олар бізді дамытуға, көңілді болып жүруге, адамдарды құрметтеуге, өзіңді қадағалап ұстауға тәрбиелейді. Өзгеге жақсылық жасаушының өмірі ерекше бір мағынаға толы болады. Олар өзінің өмірі босқа сүріп жатпағандығын сезінеді. Жақсылық адамшылықтың белгісі. Әркім өзінің қал-қадері жеткенше жақсылық жасайды. Ең бастысы шын ниетімен, адал пейілмен жасалса болғаны. Жақсылықтың керемет тұсы оның саған екі еселеніп қайтуы. Тіпті біз ойламаған жерден жақсылыққа табысқа жетіп жатамыз. Ол біздің жасалған жақсылықтарымыздың болуы әбден мүмкін. Бірақ та жақсылықтан қайтарым үміт етіп жасау дұрыс ниет емес. Адамның табиғаты сол, өзіне жақсылық жасап, жақсы адам мәміледе болғанға адамда жаман жасауға ұялады. Жақсылық әр кісінің ісі, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі деп Мұхтар Әуезов айтқан екен. Яғни ес сұраусыз-ақ ізгілікпен жауап қайтару көптің қасиеті. Ал енді нағыз ерлер, шын мәнісіндегі тұлғалар жамандық жасаған адамға да қайырымды болады. Ізгілігін, жақсылығын аямайтын болады екен. Міне солар адамгершіліктің биігіндегілер. Жақсы кісі ай мен күндей, әлемге бірдей деп айтқан екен ғой қазақ атамыз. Шын жақсы кісі барлық адамға нұрын шашқысы кеп тұрады. Адам жақтырмайды, көңілі даладай кең, пейілі дархандарға ғана сондай. Жақсылық жасағанда екінші біреуді қуантып, тіпті бақытқа бөлеуге де болады. Сонымен қатар ең қуаныш жақсылық жасаушыда жүрегі жұмсарып